Сәлем, менің есімім Нора, жасым 25-те. Мен жындардың тойына бардым. Мен Кувейт елінің өте атақты әншісі едім. Және де мені өте бай адамдар тойларына шақырушы еді. Мен өте қысқа уақытта бай, беделді адамға айналдым. Бірақ менің өмірімде ұмытылмайтындай бір оқиға болды. Сол оқиғамен сіздермен бөліспекшімін, дейді біздің кейіпкер. Соңына дейін тыңдап көрейік. Мен өз әріптестеріммен бір апталық демалыс алдық. Демалыста бір күні маған біреу бөтен адам хабарласты. Бір бөтен әйел хабарласты. Алып сөйлестім. Өтініш. Даусы өте бір түрлі еді. Өтініш, біздің тойға келе аласыз ба? Қызымның тойы болып жатыр еді. Сізді өте қатты жақсы көреміз, деп айтты. Кешіріңіз, біз әріптестермен бір апта демалыста едік, бара алмаймыз десем. Ол әйел, мен сізге 2-3 есе көбірек ақша төлеймін. Өтініш, тойымызға келіңіз деп өтінді. Оның даусы өте бір түрлі суық еді. Ол әйел ұсынған ақшаға мен жоқ дей алмадым. Және өз командама қоңырау шалдым. Оларға осылай деп жатыр, не істейміз дегенде, олар да ол ақшаға бірден келісті. Сосын мен жаңылдегі әйелге қоңырау шалып, біз разымыз, маған адресті жіберіп қойыңыз дедім. Ол әйел қатты қуанып кетті. Сосын мен командаммен жиылып, сол адреске бардық. Бірақ өте қиын таптық. Адамдар аз жерде, алыс жерде орналасқан екен. Біз айтылған жерге жетіп келдік, және де ол жерде үлкен үйді, және де көп адамдарға кезіктік. Бірақ ол адамдар бір түрлі киініп алған еді. Бірақ біз оған мән бермедік. Және бізге қоңырау шалған әйел жүгіріп келіп бізді күтіп алды. Менің бетімнен сүйіп қойды. Бірақ менің бетімнен сүйген әйелдің беті соншалықты қатты еді, өте қатты суық еді. Мен бір түрлі болып қорқып кеттім. Бірақ мән бермеуге тырыстым. Сосын біз ішке кірдік, той болып жатқан жерге. Ол жерде адамдар көбейіп келе бастады. Барлық адам бір түрлі киініп алған еді, және бір түрлі ерсі қылықтар жасап билейтін еді. Мен бұл нәрселерге мән бермеуге тырыстым, және таңға жақын кетеміз деп өзіме өзім іштей айттым. Бірақ жүрегім бір түрлі соға бастады. Бізді үйге кіргізді, және де бізге киімімізді ауыстыру үшін, дайындалуымыз үшін бізге бір бөлме берді. Ол бөлмеге кірдік біз, бірақ ол бөлме өте шаң еді. Менің ойымша ол жерге 100 жылдан бері ешкім кірмеген сияқты. Бірақ біз ол бөлмеге кірдік, киімдерімізді ауыстырдық, сосын жайлап залға шыға бастадық. Командаммен залға шықтық, қарасақ барлығы жиналып болған екен, және біз әнімізді айта бастадық. Бір уақытта командамдағы адамдар өте қатты қорқып кетті, және командамдағы бір қыз есінен талып қалды. Мен жүгіріп барып ол қызды оятпақшы болдым. Не болды деп оятпақшы болдым, бірақ ол өзіне келмеді. Сол уақытта жаңылдегі әйел қасымызға келіп, не болды? Тыныштық па деп сұрады. Сосын мен ол әйелге қарап, бұл құрбымның азырақ денсаулығы жоқ еді. Бір бөлмеге кіріп, өзіне келтіріп алайыншы деп сұрадым. Бөлмеге алып барып, су септім. Су сепкен соң ол тез есін жиып, бірден бақырып жіберді. Сен олардың аяғını көрдің бе? Сосын мен, сен көрген нәрсені мен де көрдім. Олардың аяқ емес еді. Олардың бір түрлі секіреп билеуі бір ешкінің тұяғына ұқсайтын еді. Және біз командамызбен келістік.
егер біз өзімізді ұстап берсек, біз олардың кім екенін білгенімізді білдіріп қойсақ, бұл жерден шыға алмай қаламыз деп білдірмеуге тырыстық. Бар жоғы 2-ақ сағат уақытымыз қалды. Азырақ шыдайық, сосын кетеміз деп келістік. Сосын жайлап тағы да залға шықтық. Әнімізді жалғастырдық. Біз ән айтып жатқанда олар сондай қатты секіріп биледі. Менің құлағыма бір дыбыстар шалына бастады. Тағы да айт, бізге ұнайды сенің әуенің, тағы да айт деген дыбыстар келе бастады. Қаттырақ айт, тағы да қаттырақ айт, бізге сен ұнайсың деген дауыстар естілді. Сосын командамдағы бір ер адам шыдай алмай қатты айқайлап жіберді. Сол уақытта барлығы бізге қарап қалды. Біз барлығымыз бір жерде тұрған жерімізде қатып қалдық. Және мен сол жерде айттым: «Я Алла, маған көмектес. Сен бүгін бізге көмектессең, осы жерден шығып кетуімізге көмектессең, басқа өлең айтпаймын. Я Алла, өзің көмектес, өтінем» деп сұрадым. Егер шығып кетсем, басқа ешқашан әуен айтпаймын, өлең айтпаймын, я Алла, және ешқашан әуенге қайтпаймын. Тек ғибадатта боламын, я Алла. Өтінем, я Алла, өтінем, көмектес бізге, көмектес деп айқайлай бастадым. Сол сәтте барлығы бізге қарап тұрған еді. Бір уақытта азан естілді. Ерте бамдат намазының азаны екен. Және мен Аллаға шүкір айттым. Азан естілген уақытта барлық нәрсе бірден жоқ бола бастады. Тіпті сол жердегі үй, барлық жері светтері жанып тұрған әдемі үй жоқ болып қалды. Біз тездетіп заттарымызды жинап, жүгіріп шығып кеттік. Біз жүгіріп қашып бара жатқан уақытымызда көшеде бір ер адамды көріп қалдық. Біз оған қарап қатып қалдық. Түсінбей жатырмыз, ол адам ба, әлде жын ба деп. Сосын біз жүгіріп қаша бастадық. Ол адам бізді жын деп ойлап қалыпты. Сосын ол адам бізге қасымызға келіп, тыныштық па, не болды деп сұрады. Сосын біз ол адамға болған оқиғаны айтып бердік. Сосын ол кісі бізге қарап: «Осы үйде ешкім 100 жылдан бері ешкім тұрмайды осы үйде» деп айтты. Бірақ сондай бір өсек бар, бұл жерде өте көп жын шайтандар жасайды екен. Абайлаңыздар, басқа бұл жерге келмеңіздер деп айтты. Осы оқиғамен сіздермен бөліскім келді. Енді түсіндім не үшін әуен тыңдауға болмайтынын деп сөзін аяқтаған екен. Мен бұл оқиғаны интернеттен көріп қалдым және де сіздермен бөліскім келді. Егер бір жерден қате кетіп жатсам, кешірім сұраймын. Барынша пайдалы болады деген үміттемін. Соңына дейін тыңдағаныңыз үшін рахмет.